Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге шығыс ақпарат жаңалықтар жобасы. Студияда мен Жайна Маратқызы. Біздің жобамыз еліміздің ірі тау-кен металлургиялық компаниясы Казцинктің техникалық қолдауымен жүзеге асып жатқанын естеріңізге сала кетейін. Маралдыда тағы не болып жатыр? 19 қыркүйек күні Күршім ауданына қарасты Маралды ауылында 7 бұзаудың өлексесі табылды. Артынан 8-ші бұзау өлімі тіркелді. Жағдайды бірінші болып түнгі ауысымнан қайтып келе жатқан алтын өндіру фабрикасының жұмысшылары байқап хабарлаған. Смотрите, в данный момент, вот смотрите, тела, туши, вернее, животных были найдены вот на этой местности. То есть один здесь лежал, здесь, там же в кустах лежал. Там лежал, короче, вот полностью вот именно на этой территории были найдены туши. Когда утром первые наши возвращались с ночной смены работники, тогда они вот здесь увидели эти туши. После этого сообщили нам, и мы сообщили уже дальше руководству сельского округа. В данном случае Акиму. Осыған орай Күршім ауданының әкімі Мейіржан Әлібеков санитарлық эпидемиологиялық бақылау және ветеринария қызметкерлерімен бірлесіп, жедел түрде арнайы комиссия құрды. Фсан Продакшн фабрикасының маңындағы топырақ пен судан уытты заттарға және басқа да қауіпті инфекцияларға сынамалар алынды. Қазіргі уақытта алынған сынамалар зертханалық талдауда. Ағымдағы жылдың 19 қыркүйек күні Маралды ауылдық округінде 7 бас малдың, яғни бұзау, 1 жасқа дейінгі малдардың құлауы жайында ақпарат келіп түсті. Округ әкімінен аудандық сес мамандарымен, ветеринария қызметкерлерімен комиссия тобы құрылып, бірден сол болған оқиға орнына барды. Сол жерге барып, малдардың өлгені расталып, барлық өлген малдарды сол ауылдың маңындағы мал қорымына маңына әкеліп, мал иелерінің көзінше бірге сынамалар алынды. Енді сынама қорытындысы шықпайынша қандай да бір болжам айту қиын. Облыс басшылығының, жалпы біздің барлығымыздың қазір тексеру органдарынан талап етіп сұрап отырғанымыз, барлық қорытынды әділ дұрыс өту керек. Ірі қара малдың, нақты айтқанда бұзаулардың құлауына не себеп болған әзірге белгісіз, дегенмен мамандар бірқатар қауіпті инфекциялық аурулар болуы ықтимал деп отыр. Тәжірибе көрсеткендей, мал шаруашылығында мал өлімі әр жылдары әртүрлі себептерге байланысты бірқатар аудандарда орын алғаны аз емес. Маралды ауылы Күршім ауданында оқиға бойынша Шығыс Қазақстан облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары 9 сынама топырақ және 2 сынама су алып, бактериологиялық және полимеразны тізбекті реакцияға жеткізді, лабораторияға жеткізді. Бұл псевдотуберкулез, лептоспироз, иерсиниоз, тулеремия, сібір жарасы пастереллезға. Тағы бір сынама цианидке алынды. Бүгінгі күні псевдотуберкулез, иерсиниоз, сібір жарасы, лептоспирозға сынамалардың нәтижелері шықты. Нәтиже бойынша бұл инфекция су және топырақтарда анықталған жоқ. Келесі пастереллез бен тулеремияның нәтижелері 4 қазан айында шығады. Эпидемиологиялық жағдай Күршім ауданының Маралды ауылында тұрақты. Халық арасында лептоспироз, псевдотуберкулез, иерсиниоз, тулеремия, сібір жарасы атты жұқпалы аурулар тіркелген жоқ. Ауыл тұрғындары жақын жерде жұмыс істейтін Фсан Продакшн алтын фабрикасының уытты зат, цианид қолдануынан қауіптеніп отыр. Ал кәсіпорын өкілдерінің айтуынша, мұнда кен құрамындағы бағалы металдарды бөліп алу үшін заманауи балама әдістер қолданылады. Наша работа сейчас заключается в чем? Что мы работаем полностью по регламенту и по проекту. При строительстве ПКВ придерживаются все нормы проекта. То есть это укладывается глина под ПКВ, потом бентонитовые маты, это специальные тоже на основе глины, и потом стелится геотекстиль толщиной 1,5 мм. И только потом стелится геомембрана, потом геотекстиль. И это только после этого укладывается руда. Ауыл тұрғындары малдары үшін алаңдаулы, бірақ малдың еркін жайылуы қалыпты жағдай. Бізде мал басы өсіп келе жатыр. Бұрындары
мал аз болған, қазір ауыл осымен күн көріп отыр. Қазір малдың басы біршама өсті. Алтын қазғыштарға байланысты айтатынымыз, олардың енді мына жайылым жерімізді тарылтып отыр. Пәленбай жерлерді қоршады, пәленбай жерлерді, гектар жерді қазып тастады, жайылатын жер жоқ. Біздің малымыз сол бұрыннан бері сол залатарлы алтын қазғыштардың жанында жайылатын. Жайылымдық жер азайып жатыр, дегенмен мал басы көбейіп жатыр. Ендеше жайылымның аз көптігі жағдайға айтарлықтай әсер етпегені ме? Қазіргі кезде Маралды ауылында үй жануарларын жаюға арналған 3548 гектар бекітілген. Жаз айларында маусымдық жайылымдарға апару арқылы Маралды ауылының тұрғындарының малдарын қажеттілігін шешіп отырмыз. Одан бөлек Маралды ауылында пайдаланылмай жатқан жерлер, одан бөлек резервтегі жерлерді қайта түгендеу жұмыстары жүргізілуде. Маралды ауылының маңында мал өлімдері орын алған жер, ол дәстүрлі жайылымдық жерлер болып табылады. Жалпы Маралды ауылында фабрикаға 95 гектар жер бөлінген, оның ішінде 58 гектары жайылымдық жер болған. Бұл жеке тақырып. Аталмыш мәселені келесі шығарылымдарда көтерейік. Айта кету керек, Маралды шамамен 450 тұрғыны бар шағын ауыл. Қазіргі таңда кәсіпорын ауыл инфрақұрылымына елеулі қаржы жұмсап жатыр. Дегенмен ауыл көшелері адам аяғы сиреген күйде. Жолыққан кейбір тұрғындар түсірілім тобына дөрекі мінез көрсетіп, тілшілердің кәсіби қызметіне кедергі келтірмек болды. Журналистерге қарсы телефон камераларын шүйіріп, орынсыз әрі өктем сұрақтармен шабуылдауға тырысты. Журналист қоғам мен билік арасындағы көпір, оның міндеті халыққа шынайы ақпарат жеткізу. Қоғамға қажет маманның кәсіби қызметіне қысым көрсету, сөз бостандығына қарсы әрекет. Егер әрбір журналистті осылай кедергімен тоқтатсақ, ертең ауылдағы да, қаладағы да мәселелер жабулы қазан күйінде қалуы мүмкін. Журналист жау емес, халықтың көзі һәм құлағы. Тағы бір түсініксіз жайт, осындай шағын елді мекенде өзін блогер санайтын адамдардың бар болуы. Бірақ естен шығармау керек. Біреудің еркіндігі, екінші адамның еркіндігі басталған жерде тоқтауы тиіс. Сол себепті шекара мен өзара құрмет аса маңызды. Бұл жағдайларға қарамастан түсірілім тобы ауыл тұрғындарымен тілдесті. Аноним болып қалғысы келген ауыл тұрғынының сөздеріне сүйенсек, отбасын асырау мақсатында зауытта еңбек еткісі келген жерлестеріне кейде өз ауылдастары тарапынан әділетсіз қысым жасалып жатады. Дәл осы өңірде еңбек жағдайы қолайлы, бәсекеге қабілетті жалақы ұсынылатын өндіріс орындары бола тұра, бұл мүмкіндіктерді жергілікті тұрғындар толық игере алмай, керісінше еліміздің басқа өңірлерінен, соның ішінде Қарағанды, Абай және басқа облыстардан келген жас мамандар жұмысқа тұрақтап жатыр. Неге кейбіреулер жұмыс іздеп 1000 шақырым жүріп келеді, ал кейбіреулер дәл алдындағы мүмкіндікті пайдалана алмайды? Осы Sun Production компаниясына жұмыс істеймін. Істеп жатқан мамандығым в данный момент дробежик, ал келесі уақыттан бастап электрикке өз мамандығыммен ауысайын деп жатырмын. Мен өзім Қарағандыда оқимын, заочно в данный момент. Мамандығым өзім возобновляемая энергетика, жаңартылған энергетика. Жақсы ұнап жатыр. Условия жағынан бәрі керемет. Болашақта осы өз мамандығыммен дальше жұмыс істеймін деген ниетім бар. Еске салатын жайт, бір баланы оқытуға мемлекет едәуір қаражат бөледі. Ал әрбір азаматтың әлеуметтік жауапкершілігі жастарға лайықты болашақ қамтамасыз ету. Ауылда бір оқушыны оқыту жылына 2,7 миллион теңгеге түседі. Фабрика басшылығы түлектерді оқыту, жаңа жұмыс орындарын құру, тұрғын үй, жолдар мен әлеуметтік нысандарды салу және жөндеу міндеттемелерін өз мойнына алды. 25 жылғы жаңағы Sun Production жауапкершілігі шектеулі серіктестік меморандум аясында енді бізде 400 миллиондай қаржы бөлініп отыр. Ол меморандум аясында договор бойынша. 28 жылға дейін негізінде біздің меморандум договорларымыз. Биылғы жылға 400 миллион бөлініп отыр. Енді осы меморандум аясында істелгені бір көрінісі міне Маралды ауылының ішіндегі міне орталық саябақ. Меморандум аясында биылғы жылғы істелген жұмыстарымыз Қыстау-Күршім ауылында өздеріңіз болдыңыздар. Қыстау-Күршім ауылында 700 метрге средний ремонт дейді, асфальт. Ол жөнделді. Одан кейінгі 27 столб биыл баған орнатылды Қыстау-Күршім ауылына, енді көше шамдары. Одан кейінгі балалар ойын алаңы ол былтыр салынған. Биылғы неде мини футбольный поле, кіші футбол алаңы және воркаут алаңы. Ауылда
жарықтандырылмаған көшелер болған. Енді жалпы сол көшелерге де биыл қайтадан сол меморандум аясында 41 көше шамын орнатып жатырмыз. Меморандум аясында осы Маралды ауылында жаңа убойный пункт салып жатырмыз. Ол да биылғы қосылады, неге жұмыс атқарады. Оның кейінгі төмен жақтағы ауылдың сұраныстары бойынша мал өткөлігі дейді, раскол. Ол да салынып жатыр. Әрине, ауыл тұрғындары тарапынан қоршаған орта мен денсаулықтары үшін алаңдаушылықтар бар. Осыған орай арнайы компания санитарлық қорғау аймағы шегінде топыраққа, жер үсті және жер асты суларына, сондай-ақ атмосфералық ауаға зертханалық аспаптық тексерістер жүргізеді. Атап айтар болсақ, топырақтан, судан, ауадан, мыс, қорғасын, әртүрлі хлоридтер мен оксидтер, сынап, мырыш сияқты химиялық элементтер, сонымен қатар жалпы шаң көрсеткіштері зерттелді. 2025 жылдың қаңтарынан тамызына дейінгі аралықта алынған зерттеу нәтижелері бойынша аталған компоненттер шекті рұқсат етілген мөлшерден асқан жағдайлары тіркелген жоқ. Оқиға барысы мен жергілікті тұрғындардың көзқарасын назарға ала отырып, біз Алтайньюс медиа орталығы бұл жағдайды жіті бақылауда ұстаймыз. Барлық ресми мәліметтер, мамандардың қорытындылары мен жаңалықтар тікелей және сенімді дереккөздер арқылы ұсынылады. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Құрметті көрермен, лайк басып, пікір қалдырып арнамызға жазылыңыздар. Егер сізде әлеуметтік маңызы бар оқиғалар, оқыс жағдайлар, фото немесе видео болса, төмендегі нөмірге жолдай аласыз. Жобаға техникалық қолдау көрсеткені үшін ірі металлургиялық кәсіпорын Казцинк компаниясына алғыс білдіреміз. Сіздермен бірге болған мен Жайна Маратқызы. Амандықта жүздескенше.